Қайырлы күн қыздар. Мен бүгін французша ет тағамын дайындадым. Мен бұл тағамды үнемі дайындап тұратын болғандықтан бүгін рецепт түсіріп, сіздермен бөлісуді жөн санадым. Тағамды дайындау үшін алдымен бізге форма керек болады. Содан соң оған жұқалап майонез я болмаса қаймағымызды жағып шығамыз. Енді оған алдын ала осылай жұқалап туралған картоптарымызды тізіп шығамыз. Тұз саламыз. Бұдан соң қайрадан майонезді жұқалап жағамыз. Енді оған алдын ала пиязы, қарабұрыш және де тұзы салынған тартылған етімізді осылай толықтай жауып тұратындай етіп салып шығамыз. Міне етімізді салып болдық. Енді тағы да майонезді жұқалап жағып шығамыз. Сәл ғана тұз себеміз. Тағы да қалған картопымызды, яғни жұқалап туралған картопты осылайынан толықтай біздің тартылған етімізді жауып тұратындай етіп, қаз-қатар етіп тізіп шығамыз. Бұдан соң үстінен майонез жағамыз. Сәл тұз себеміз. Және де осылай жұқалап туралған қызанақтарымызды толықтай біздің картоптарымызды жауып тұратындай етіп тізіп шығамыз. Міне біздің қызанақтарымыз салынды. Енді үстінен майонезімізді жағып, оны қасықпен тегістеп шығамыз. Сонымен біздің тағамымыз пешке кетуге әзір. 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Картопы жұмсарса болды, біздің тағамымыз дайын деген сөз. Содан соң пештен алып, үстіне үкіштен өткізілген сырымызды салып, осылайынан сеуіп шығамыз. Тағы да бір 5 минутқа пешке жіберіп аламыз. Міне біздің тағамымыз дайын. Дәмі өте керемет болып шығады. Барлықтарыңызға ұнайды деп сенемін. Ас болсын, барлықтарыңызға жасап көріңіздер.